Сәлем баршаңызға. Мен бүгін осындай қытырлақ қарап тұрып тәбет ашатын, өте дәмді шығатын сигара бөрек дайындаймын. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін алдыменен осылай қайнап піскен картопымыздың үстіне сары майымызды, тұз, бұрышымызды салып, осылай шанышқының көмегімен барлығын езіп аламыз. Оның үстінен алдын ала ұсақтап туралған укроп петрушкамызды және үккіштен өткізілген сырымызды осылай барлығын салып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді дайын лаваш қамырын алып, төртке бөліп аламыз. Егер мен сияқты осылай өзіңіз қолдан пісіргіңіз келсе, лаваш қамырын каналымда бар, рецептісі кіріп қарасаңыздар болады. Төменге ссылкасында қалдырып кететін боламын. Төртке бөліп алдық, енді ішіне салмасын салып, осылай орап шығамыз. Лаваш қамырымыз ашылып кетпеу үшін осылай аздап сулап жапсырып қоямыз. Сол кезде ашылып кетпей жақсы пісетін болады. Ішіндегі салмасын тек картошка емес, сыр, кез келген өзіңізге ұнаған ірімшік түрлерін салып жасасаңыздар да өте дәмді, әдемі шығады. Осылай барлығын бүгіп алдық. Енді орташа отта осындай майды көп құймаймыз, екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Сигара бөрегіміз осымен дайын. Дауысын қараңызшы, өте тәбетті ашатын қытырлақ дәмді болып шықты. Қолдың қаймағыменен өте одан да дәмі үйлесіп әдемі шығады. Кез келген қонаққа, дастарханға ұялмай қоя беруге болады. Ас болсын.